Баршаңызға сәлем, менің есімім Зауре, жастардың психологы. Бұл менің YouTube арнамдағы алғашқы видеолардың бірі, сондықтан мені қатты сөкпеңіздер, қателіктер жіберіп жатсам, кешірмен қарайық. Ал енді жаңа жыл мерекесі жақындап келуде. Осылайша, осындай атмосферада біз қиялданып, келесі жылға арман мақсаттарымызды тізіп бастаймыз. Осыған орай мен сіздерге бүгін мақсаттарымыз орындау үшін не істеуіміз қажет, сол туралы бөлісетін боламын. Видеоны сіздер соңына дейін қараңыздар, себебі видео соңында сіздерге дайындап қойған сыйлығым бар. Енді сіз арман мақсаттарыңызды дайындамай тұрып, алдымен 2025 жылға қорытынды жасауыңыз қажет. Ол қорытынды дегеніміз өзіңіздің жетістіктеріңізді жазып бастайсыз. Ол кішкентай болсын, үлкен болсын, мүмкін сізге ешбір мағына білдірмесе де, оны жазуыңыз қажет. Мысалға, сіз бір сабақтан 5-те шыққан боларсыз, қиналып жүрген. Сол сияқты кішкентай жетістіктің өзін жазуыңыз қажет. Барлық жетістіктерді саралап болғаннан кейін, қорытындылап болып, енді 2026-ға мақсаттарымызды құра бастаймыз. Ең алдымен сіз осы арман мақсаттарыңызды қолмен жазу маңызды. Неге? Себебі осы қолмен жазу арқылы сіз миға сигнал жібересіз. Миға сигнал кеткеннен кейін, ол фокустың барлығы мақсатта болады. Жазбай тұрып, сіз арман мақсаттарыңызды ой елегіңізден, яғни сараптаудан өткізуіңіз қажет. Ол дегеніміз, ол мақсат, ол арман сізге қажет па? Сіздің армандап жүрген затыңыз ба? Әлде жұртқа қызығып, жұрттың арманын өзіңіздің арманыңыз етіп алыңыз ба? Сол жайлы ойланыңыз. Себебі біз барлығымыз мен право алғым келеді, машина алғым келеді деген секілді жұрттың арманын орындалғанын көріп, өзіміз де қалаймыз сол нәрсені алу үшін. Ал біз ойланбаймыз. Бұл бізге керек зат па, әлде керек емес па деген секілді. Мысалға мен право алып, машина айдап үйренгім келетін арман болған. Бірақ та мен ол арманды сәл ысыра тұрдым. Неге? Себебі менде қорқыныштар бар. Машинаға деген, айдауға деген, машинаның алдына отырсам, мен уже қорқа бастаймын. Сондықтан мен оған әлі дайын емеспін. И мен жұрттың арманына емес, бұл менің осы жылға нақты арманым ба, сол жайлы ойлануым қажет. Мысалға, мен өткен жылы тоже армандарымды жазған болатынмын. Санап шықсам, бір 50 мен 60-тың көлемінде. Оның бір 30 шақтысы орындалған, 30 шақтысы орындалған, ал қалғаны орындалмаған. Бұл дегеніміз, мен өзімнің әліме қарамай қоя бергенмін. Мысалға, сіз жұмыс жасамайтын болсаңыз, сіз үлкен суммадағы затты өзіңізге ала алмайсыз. Сол нәрсені ескере отыра, сіз өзіңіздің әліңізге қарап та арман мақсаттарыңызды жазуыңыз қажет. Жазбай тұрып, сіздерге бір техникамен бөліскім келіп тұр. Ол техниканы мен Азамат Скалковтың бір подкастынан көріп қалған болатынмын. Арман мақсат жазуда біз ең алдымен сразу бір жылға емес, бір 3 айға бастауымыз қажет. 12 апта. 3 айға бастап, бізде 12 ай бар. 12 айдың 3 айына бірінші сіз арман мақсатыңызды жазып аласыз. Одан кейін ол 3 айдікі орындап болғаннан кейін, қалған 3 айды солай істеп бастайсыз. Яғни сіз осылай 12 айды 4 рет бөліп, 3 айдан мақсатыңызды жазасыз. 12 аптаға біз арман мақсатты қалай құрамыз? Ең алдымен оны 4 тақырыпқа бөлуіңіз қажет. Ең бірінші ол білім, одан кейін қарым-қатынас, 3-ші денсаулық, 4-ші қаржы бойынша. Осы 4 саланың сіз 3 айға кәдімгідей қажет мақсаттарыңызды жазасыз. Мақсат жазып, оны жоспар құра бастайсыз. Яғни қарым-қатынас, мысалы, қарым-қатынасқа тек қана қыз бен жігіттің қарым-қатынасы емес, сіздің ата-анаңызбен қарым-қатынас, достарыңызбен қарым-қатынас. Яғни не нәрсеге сіз достарыңызбен мақсат құрып едіңіздер, қандай жоспар құрып едіңіздер. Сол секілді осы 3 айға сіз мақсатыңызды дайындап жазатын боласыз. 4 сала бойынша 12 аптаға сіз мақсатыңызды жазасыз. Одан кейін келесі техника ол визуализация деп аталады.
Мен оны осы 2024 жылы істеген болатынмын. 2024 жылы мен бірінші блокнотқа жаздым. Ең басты 9 арманымды жазып қойғам. Ол 9 арманның ішінде менің Ташкентке бару деген арманым болған. Ең алдымен сіз главный дейді, ең басты 9 арманды жазып алсаңыз болады. Бұл техникада 9 арманды жазып болғаннан кейін сол армандарға қатысты Pinterest'тен сіз фотолар іздеп коллаж ретінде дайындап қойсаңыз болады. Мен сол 9 арман ішінде Ташкентке бару деген арманым болған. Сол арманды жазу мақсатында сіз өткен шақта жазасыз. Яғни ол нәрсені сіз сезініп қойдыңыз. Мысалға мен Ташкент дедім да, қасына мен достарыммен Ташкентке барып келдім, саяхаттап, күшті қыдырдық, осындай жерлерге бардық деген секілді кішкене эмоциямен жазып, эмоциямды беріп, 2-3 сөйлеммен аяқтадым. Осылай қысқа сіз солай жазып бастайсыз. Одан кейін арман мақсат жазуда да сіз ойлануыңыз қажет. Мысалға шетелге шығу деген мақсат болатын болса, арман, оны дұрыс жазуымыз қажет. Егер дұрыс жазбайтын болсаңыз, ол орындамай қалады. Мысалға көбісі мен шетелге барғым келеді, қыдырғым келеді, бүйткім келеді, сөйткім келеді деген арманы бар, шетелге деген. Ал көбісі ол арманға дұрыс емес жолмен жетіп жатады. Мысалға ата-анамды шетелге апарғым келеді дейді де, одан кейін 1-2 жылдан кейін шынымен шетелге барады, бірақ саяхаттап емес, ем алу бойынша барады. Сол секілді сізде шетелге бару деген мақсат болса, мен осындай елге саяхаттап бардым, қыдырып бардым, осындай жерге бардым, күшті болды деген секілді солай жазуыңыз қажет. Яғни арманды да дұрыс жазып, біліп, орындауына сенуіңіз қажет. Ал енді сізде үй алу, машина алу деген секілді арманыңыз болса, осы жылға емес, келесі бір 2-3 жылдыққа. Онда сіз бұны бір параққа жазып, қалай болды, машинаңыз қандай, қанша суммаға алдыңыз, қандай түсті, соның барлығын ой електен өткізіп отырып, сезініп, алғаныңызды жазып, одан кейін ол нәрсені жазып болғаннан кейін ашпайсыз. Бір жерге қойып қоясыз да, одан кейін ол орындалатын болады. Әрине, ең соңында сіз әрекет етуіңіз қажет. Тек қана армандап қана жата беруге болмайды, әрекет жасай білу қажет. Арман мақсат орындау үшін дисциплина да өте қажет. Осыған байланысты мен сіздерге арнайы гайд дайындап қойдым. Ол гайдты алу үшін менің инста парақшама тіркеліп, дайректке гайд сөзін қалдырыңыз. Ал енді видео соңына жетті. Сіздерге видеом ұнады деген ойдамын. Өзіңіздің достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, және де өзіңіздің пікіріңізді жаза кетсеңіз. Жаңа жыл сізге берекелі жыл болсын, арман мақсаттарыңыз орындалсын. Сау болыңыздар.